Ғашия сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа Мұхаммед, саған жер жаһанды түгел қамтитын сол бір алапат туралы хабар жетті ме? Ол күні үрей билеп, қор болған жүздер болады. Тек қана бұл дүние үшін бейнеттеніп, әбден титықтаған. Олар қызуы қатты жалынды отқа тасталып, шыжғырлады. Оларға тек бұрқ-сарқ қайнаған қайнардан ғана су беріледі. Бар жейтіні, тікені бар улы өсімдік қана. Ол өсімдік азықта болмайды, аштықты да баспайды. Сондай-ақ ол күні қыруар нығметке бөленіп қуаныштан бал-бұл жанған қуанышты жүздер де болады. Дүниеде жүріп, ақирет үшін еткен еңбектерінің жемісіне дән риза болған жүздер. Олар ең жоғарғы әрі аса қадірлі жәннат бақшаларында болады. Олар онда әсте пайдасыз, бос сөз естімейді. Онда ағып жатқан мөп-мөлдір бұлақтары бар, биік-биік тақтары да бар. Сондай-ақ онда алуан түрлі сусындар мен шараптарға толы қадақтар, жастануға және сүйенуге лайықталып қаз-қатар тізілген жұмсақ жастықтар, жайылып төселген масаты кілемдер бар. Олар түйенің қалай жаратылғанына қарамай ма? Аспанға қарамай ма? Қалай биіктетіліп, тіреусіз тұрғызылғанына? Тауларға қарамай ма? Қазықтай қағылып, жерді қалай ұстап тұрғанына? Сондай-ақ жер жүзіне қарамай ма? Қалай төселіп, тіршілік етуге қолайлы етілгеніне? Уа ардақты елшім, міне, енді сен оларға ақиқатты түсіндір. Насихат ет, тура жолға баста. Өйткені сенің міндетің насихат ету, ақиқатты түсіндіру ғана. Әйтпесе сен олардың төбелерінен төніп, зорлықпен иманға келтіруші емессің. Алайда кім-де-кім ақиқаттан теріс айналып, күпірлікте табандайтын болса, Алла оны ауыр азапқа душар етеді. Әлбетте олар түбінде бізге қайтады. Олардан есеп алуда, әлбетте біздің құзыретімізде.